Құрметті достар, арнаға қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыпта көз туралы жалпы анатомиялық тұрғыда талқылайтын боламыз. Жалпы көз екі бөліктен тұрады. Көздің қосымшаларына көз, қас, кірпік жатады. Бұлшық еттер жоғарғы төменгі тік ет, медиалды ет, жоғарғы төменгі қиғаш ет болып бөлінеді. Ал көздің алмасы болса үш қабаттан тұрады екен. Біріншісі ол тығыз қабық, яғни ол өзі екі бөліктен тұрады. Біреуі қасын қабық болса, екіншісі ақ қабық деп аталады. Қасын қабық ол түлемейтін кілегейлі ұлпа болып табылады. Сондықтан көзге түскен дақ операциямен алмаса кетпейді екен. Ал ақ қабық, яғни екінші түрі, бұл тамырлар өте көп болатын, сәуле өткізбейтін қабық болып табылады. Ал енді көз алмасының екінші қабатына келетін болсақ, ол бізде тамырлы қабық. Яғни ол өзі үш бөліктен тұрады. Біріншісі нұрлы қабық, екіншісі кірпікті дене, үшіншісі меншікті тамырлары болып. Біріншісі, яғни ол бізде нұрлы қабық, пигмент ұлпадан тұрады. Көздің түсі осыған байланысты, ал кірпікті дене болса дәнекер ұлпадан тұрады. Меншікті тамырлар, яғни үшіншісі, бұл қабақ қан тамырларына, жүйке ұштарына өте бай болып табылады. Ол көзді қоректендіреді. Тамырлары арнайы сүзіліп, көздің ішін толтырып тұрады. Шыны тәрізді дене екен. Ал енді осы көздің алмасының үшінші қабығы бұл тор. Бұл қабық аксонның ұштарына және рецепторлардан тұрады екен. Ал келесі бізде көз бұршағы, яғни хрусталикке келетін болсақ, ол линза сәулені өткізеді. Көздің аномалиясы және бұзылыстары осы хрусталикке тікелей байланысты. Ал енді көздің келесі ауруларына келетін болсақ, алыстан көргіштік, жақыннан көргіштік және дальтонизм деген сияқты түрлері бар. Алыстан көргіштік дегеніміз осы хрусталик қатып кеткен, сопақ түскен бейнені доға бұрыштан сындырады, кескін және тобықтан өткізіп кетеді. Біз очкидің көмегімен сәулені жинап, тор қабыққа түсіреміз. Ал жақыннан көргіштік ол керісінше. Яғни кескін тор қабыққа жетпей қалады. Сондықтан біз очкидің көмегімен сәулені шашыратып, тор қабыққа түсіреміз. Ал дальтонизм дегеніміз түсті ажырата алмау. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.